Балаленд. Bir күні Аян мен оның досы Сақшы бірге ойнап жүрді. Кеше олар қауіпсіздік ережелерін үйренген еді. Бірақ бүгін олар тағы да жаңа жағдайларға тап болады. Кенеттен есік қағылды. Тук-тук-тук. Аян есікке жақындады да тыңдап қалды. Кім екен? Есікті ашшы, мен жеткізушімін. Аян ойланып қалды. Ол есікті ашқысы келді. Бірақ дәл сол сәтте Сақшы оны тоқтатты. Есікті бірден ашуға болмайды. Өйткені бейтаныс адамға есік ашу қауіпті болуы мүмкін. Егер үйде үлкендер болмаса, есікті мүлде ашпау керек. Аян дұрыс шешім қабылдады. Ол есікті ашпады. Бұл өте дұрыс әрекет еді. Біраз уақыттан кейін олар ас бөлмеге барды. Аян плитаны көріп, оны қосып көргісі келді. От жанып тұрды. Бірақ Сақшы дереу тоқтатты. Отпен ойнауға болмайды. Плита өте қауіпті. Ол күйдіріп жіберуі мүмкін. Немесе өрт шығуы мүмкін. Сондықтан плитаны тек үлкендер ғана қолданады. Аян бұл ережені де түсінді. Ол плитадан алыстырды. Кейін олар аулаға шықты. Аян суды көріп, қатты қуанды. Ол бірден суға қарай жүгіре бастады. Бірақ Сақшы оны тағы да тоқтатты. Суға жалғыз түсуге болмайды. Су қауіпті болуы мүмкін. Адам тайып кетуі немесе батып кетуі мүмкін. Суға тек үлкендермен бірге ғана түсу керек. Аян бұл ережені де қабылдады. Ол асықпай үлкендерді күтуді шешті. Біраз уақыттан кейін олар адамдар көп жиналған жерге келді. Бір сәтте Аян айналасына қарап, анасының жоқ екенін байқады. Ол қорқып кетті. Бірақ Сақшы оны тыныштандырды. Егер сен адасып қалсаң, ең бастысы бір жерде тұру. Жүгіріп кетуге болмайды. Сондай-ақ сенімді үлкен адамнан көмек сұрау керек. Мысалы, полициядан немесе қызметкерден. Аян батылдық танытып көмек сұрады. Бұл өте дұрыс әрекет болды. Күннің соңында Аян көптеген жаңа ережелерді үйренді. Енді ол қауіпсіздік ережелерінің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Қауіпсіздік әрқашан бірінші орында. Абай бол, ережені сақта. Сонда сен әрқашан қауіпсіз боласың. Балаленд, бізбен бірге ойна. Күліп үйрен арманда, бақытты бол әрқашан. Сау бол.